Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге өте керемет үй жағдайында жұмсақ тойымды пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамай соңына дейін көрсеңіздер. Экранда көрсетілгендей бірінші ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Содан соң ашытқымызды, тұзымызды, қантымызды, еріген сармайымызды саламыз. Содан соң барып жұмыртқамызды салып, бір келкі маса болғанша қасығымызбен араластырып аламыз. Енді үстінен ұнымызды салып, қамыр етіп илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін көтерілгенше жылы жерге қоя тұрамыз. Енді пиццамыздың салмаларына келсек, әркім қалауынша салса болады. Енді мен бұл жерде сосиски мен сыр және де қызанақ қостым. Енді осы сосискаларымыздың сыртын тазалап аламыз. Бұл пиццаны түскі асқа немесе кешкі асқа жасап жесеңіздер де өте тойымды. 6 адам тойып жейді. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал қыздар, сосискаларымыздың сыртын тазалап алдық. Енді сырымыздың үккіштен өткіземіз. Сырымызды осы теркамыздың ең ұсақ көзінен емес, осы ірілеу көзінен өткіземіз. Енді қызанағымызды да турап аламыз. Барлығын осы экранда көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Мен төмендегі описаниеге жазып қалдыратын боламын. Қамырымыз көтерілді. Енді жұмыс жасай берсек болады. Міндетті түрде астына осы пергамент қағазын төсеп аламыз. Қолымыздың көмегімен жұқартып бастаймыз. Жұқартқаннан кейін оқтауымыздың көмегімен де дәл осылай экранда көрсетілгендей етіп қамырларымызды жайып аламыз. Енді осылай сосискамызды қойып шығамыз. Енді қамырымыздың бір шетінен бастап осы сосискаларымызды орап шығамыз, дәл осы экранда көрсетілгендей етіп. Сосын осылай бір шетінен пышағымыздың көмегімен кесіп жібереміз. Енді бұл жерде мен кетчуп қана қолдандым. Кетчупты қамырымыздың ортасына жағып, үстінен қалаған салмаларыңызды салсаңыздар болады. Енді үстінен сырымызды салып шығамыз осылай. Салмасына әркім қалаған салмаларын салса болады. Енді мен бұл жерде шұжықты қолдандым және де қызанақты қолдандым. Енді қамырымызға жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Міндетті түрде пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. Қызарғанша пісіріп аламыз. Енді пешіміздің противеніне салып, қызып тұрған пешімізде 200-220 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын болып қалды. Енді пешімізден алып, үстіне тағы да сырымызды осылай салып шығамыз. Содан соң барып 3-2 минутқа қойып аламыз. Пиццамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. 5-6 адам кәдімгідей тояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетіп, өз лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар.